Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін тәуліктік шығындарды қарастырамыз және де нормадан тыс берілген тәуліктік шығындар. Яғни Қазақстан Республикамызда норма 6 МРП, яғни 6 айлық көрсеткіш, ал сыртқа шығуда шет елге 8 айлықтық есептік көрсеткіш. Мысалы, біз жұмыскерге қаражат бөлген кезде шығыс кассалық ордер арқылы мына жұмыскерге 600 мың теңге берілді. Соның ішінде тәуліктік шығындар да бар. Біз енді аванстық есеп беруді толтырған кезде тек қана артығымен берілген қаражатты қарастырайық. Себебі оның алдында бізде тәуліктікті жабу деген алдында видео болған. Енді мысалы күніне 10 айлық есептік берілді. Есептік көрсеткіш тәулікке берілді 10 МРП, яғни 4 МРП артық. Бұл кісі іс-сапар шығынына мысалы 5 күнге барып келді. Яғни артығымен берген барлық тәуліктік оның табысы болып есептеледі және салық салынуға тиіс. Сол үшін біз банк касса бөлімшесінде ақша бөлінді шығыс кассалық ордер арқылы, мұны келесі бухгалтерлік жазба арқылы көреміз. 10-10 кредит бойынша 600 мың, 12-де 51, дебет бойынша 600 мың. Яғни енді жапқан кезде артығы мен соманы қалай жабу керек екенін көрсетіп кетейін. Ол үшін аванстық есеп беруді ашамыз. Артық сомаға бөлек аванстық есепті жабамыз. Яғни артық емес соманы бөлек көрсетеміз, артық соманы бөлек жапқан дұрыс. Бұл кезде 200 формаға дұрыс мәліметтер, көрсеткіштер отырады. Ол үшін қызметкерімізді таңдаймыз, авансты берген құжатымызды таңдаймыз 600 мың және өзге деген парақшасында таңдайтынымыз іс-сапар шығын бұйрығы, іс-сапарға бару бұйрығы, мысалы 12 және мысалы 4 шілде күні жібердік жұмыскерімізді. Ең бастысы еңбек ақы ретінде салық салыну үшін ең бастысы вид задолженности деген жерге, мына жерге таңдайтынымыз суточные сверхнормы. Осыған назар аударыңыздар. Сол кезде есебі дұрыс жүреді. Және мына жерде 5 суток деп жазып қояйық, яғни 5 тәулік. Және 5 тәулікке бізде 3063 теңге күн МРП болатын болса, 6 МРП және де 6 МРП болғанда бізде күніне 6 МРП, ал біз 10 МРП бердік. Сонда 4 МРП артығымен болып тұр күнінде, 5 күнге есептегенде, онда тағы бір рет есептейік. 4 көбейту 3063 көбейтеміз 5 күнге. Сонда артығымен есептелгені 61260 теңге болып есептеледі. Бұл сомаға барлық салықтар төленуге тиіс. Қосылған құн салықсыз болып есептеледі. Қосылған құн салықсыз. Счет номері 7210 әкімшілік шығын. Бұл жерде біз барлығын ашып, папка іс-сапар шығындары дегенді ашып, суточные в пределах РК сверхнормы, артығымен жұмсалған тәуліктік дегенді таңдаймыз. Мысалы, әкімшілік бөлімге жатқызылады, ауып. Записать, провести. Бізде осындай, дәл осындай, яғни іс-сапар шығындары есептен шығады. 12-де 51 кредит бойынша, яғни есептен шығып, 72-10 счетына отырады. Бірақ енді осымен аяқтамаймыз. Не істеуіміз керек? Қызметкердің табыс ретінде көрсетуіміз керек. Ол үшін ең бастысы мынаға назар аударамыз. Осы жолымыз дұрыс толтырылу керек. Дұрыс толтырылмаса қате болып шығады және де дұрыс есептелмейді. Дұрыс толтырылса, онда создать на основании деп регистрация прочих доходовты жасаймыз. Автоматты түрде барлығы толтырылды. Назар аударатын жайыңыз барлық еңбек ақыдан ұсталынатын 6 төлем облагается целиком деп тұру қажет. Егер кейбір жерлерде қате болса, өзгертесіздер. Және компенсация дегенді ашып, учет деген жерде де толығымен
облагается целиком деп көрсетесіз. Мына жол көрсетілмеген, себеп бұл кәсіби зейнетақы аударымдары. Онда бізде қосымша жоқ, бізде жай ғана міндетті зейнетақы аударымдары. Және де міндет түрде екінші парақшасын ашып, мына жолды көрсетеміз. Яғни доходы работников в общеустановленный режим деген. Яғни жұмыскерлердің табыстары ретінде көрсетеміз. Мынау табыстар ретінде записать дейміз, және де записать, провести. Бұл жерде ешқандай бухгалтерлік жазба берілмейді, жай ғана еңбекақы есептелгенде еңбекақыдан ұсталынады барлық салықтар. Оны тексеру үшін зарплатаға кіріп, жылдам есептеу жолын таңдаймыз. Сервис бөлімшесінде расчет регламентной зарплаты. Барлық бөлімшелеріне галочка қоямыз, және мына жақтағы құжаттарға галочка қоямыз. Шілде айына рассчитать дейміз. Құжаттарды кішкене күтеміз, есебі жүргізіледі, содан кейін тексереміз. Есеп жүргізілді, екі бөлімше бізде бар, әр бөлімшеге бөлек-бөлек есеп жүргізілді. Енді зарплатаны ашып, журналды ашып тексереміз. Журналда бізде міне осы қызметкердің табысы ретінде көрсетілген. Енді ең бастысы ведомость ашып, қаншалықты дұрыс есептегенін тексереміз. Расчетная ведомость, яғни есептеу ведомості шілден таңдаймыз, 1 шілдеден 31-не дейін. Сформировать деп ведомостьті құрастырамыз, және де мені өзіміздің жұмыскерімізді таңдап, кладовщик қарастырамыз. Начислено есептелген жалақысы 364 мың, ал біз тексерсек, онда 61 мыңнан 6100 үстіне қосылу керек зейнетақы қорына. Зейнетақы қорын ашып көретін болсақ, зейнетақы қоры бұл кісіге 42 мың есептелген. Яғни қосылған деген сөз. Себебі, егер қосылмаса, онда бізде есебі 36.420 теңге болатын еді. Және 6.100 теңге қосылды, және зейнетақы қоры 42.000 теңге болып есептелді. Сонымен ешқандай біз осындай бір өте оңай жолмен артығымен есептелген тәуліктікті есептеп ведомостьке түсірдік, және 200 формаға да түседі. Сонымен 200 форманы жапқан кезде ешқандай бір қиналмай бір уақытта есептейміз. Бүгінге осы сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.